Ассаламу алейкум трейдерлер, бүгіннен бастап серьезный сабақларды бастаймыз. Яғни бүгін мен сіздерге бүгінгі сабағымыз davomida сіздерге Fibonacci хақында үйретіп өтемін. Fibonacci инструментінен пайдалану һәм ол қалай пайда болған, кім тарапынан, негізі ол қандай жөнелтістерде қолданылады дегендей білімдерді сіздерге бүгін үйретемін. Демек, сабағымызды басладық. Fibonacci бұл не? Fibonacci негізінде бұл әпуай санлар. Бұл санлар өзінен алдыңғы екі санның қосындысына тең. Әрбір сан өзінен алдыңғы саннан 61,8%-ке үлкен. Бұл жеке табиғатта қайталанушы санлар есептелінеді һәм бұны ойлап табушысы 13-ші ғасырда жасап өткен италиялы математик Леонардо Фибоначчи деген адам. Табиғатта жүде көп қайталанады, андай космос хақындағы ілімдерді көрсеңіз, математика есептаулар хақында, басқа да жөнелтістерде, ілімде жүде көп ұшырасады. Бұл 61,8 алтын дәрежесі есептелінеді. Әрбір сан қайталанушы һәм табиғатта жүде көп ұшырап тұрушы сан есептелінеді. Fibonacci негізінде Fibonacci санлары 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 сияқты өзінен алдыңғы екі санның қосындысына тең болған санлардың ізбе-ізлігінен ібарат болған тізбек десек адаспаймыз. Fibonacci 1, 1, мәселен, ортаға қарасаңыз 5 пенен 3-ті қоссақ 8, 5 пенен 8-ді қоссақ 13, 13 пенен 8-ді қоссақ 21. Өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай, бұл санлар өзінен алдыңғы екі санның қосындысына тең. Һәм 21 санының 61,8% 13-ке тең. 34-тің 61,8% 21-ге тең. Біздер трейдингде бұл санлардан пайдаланбаймыз. Біздер трейдингде көбірек төмендегі санлардан пайдаланамыз. Бұл санлар 0, 0.236, 0.385, 0.5, 0.618, 0.705, 0.786 һәм бір санлары біздер қолданылатұғын тегарқы Fibonacci санлары есептелінеді. Fibonacci'де басқа да санлары бар. Мәселен, 1.618, 2.618 деп те қолдануымыз мүмкін. 1.98, 1.88 сияқты санларды да үйренеміз. Ол санларда өзіне тиесілі стратегиялары бар. Бұны кейінгі сабақта үйретемін. Бұл сабақта біздер екі стратегия үйренеміз. Dominant break һәм Fibonacci 70-79 стратегияларын үйренеміз. Бұл стратегиялардың санларын үйретемін, қағидалары, қалай саудаға кіру керек, стоп-лосс, take-profit зоналарында ізбез үйретіп өтемін. Демек, бірінші стратегиямыз бұл Fibonacci 70-79 стратегиясы. Fibonacci 70-79 стратегиясынан біздер екі түрлі жолда пайдаланамыз. Аптрендте, яғни өсуші трендте, һәм түсуші трендте, яғни даунтрендте пайдалана аламыз. Бұл стратегия базарда әр күні ұшырайды һәм әр қандай парада, әр қандай валюта парасында, әр қандай таймфреймде дегенде уақытларда 5 минутлық, 1 сағатлық, 4 сағатлық қарамайды, әр бірінде істейді. Тек қана сіздер таза анық істеп тұрған даунтрендті, ямаса аптрендті табуыңыз керек. Сол зоналарда максимумнан минимумға, ямаса минимумнан максимумға тартып істетеміз. Демек, бұны бірінші санларынан басылаймыз. Настройкасын көріп алсаңыз болады. Мәселен, аптрендте, яғни максимумларын жаңалап бара тұрған тренд, бұл аптренд деп аталады, ал минимумлары қалып кетеді. Бұндай трендте біздер минимумнан максимумға қарай Fibonacci'ді тартамыз. Сол кезде бірінші настройкасын көрсетіп өтейін. Ең бірінші трейдинг вьюға кірген кезіңізде Fibonacci әр түрлі реңде болады. Ол пайдалануыңыз үшін қолайсыз болуы мүмкін. Сол себеплі мен сіздерге бұның настройкасын үйретіп өтемін. Настройкасында кірген кезіңізде бұл жерде әрбір санның реңі тұрады. Реңлері әрқилы болып тұрады. Осыны қара реңге қойып шығың һәммесін. Онан кейін бір пиксельге, онан кейін background деген жері арқа тарепі.
арқа тарифі осындай болып сіздерде әрқилы реңде тұрады. Бэкграундты өшіріп тастағаныңыз мақұл, әрқайым дәрежелері көрінуі үшін. Айтқанша Fibonacci'ді Fibo деп қысқартып айтады, Fibo емесе Fib деп қысқартып айту мүмкін. Мен де қолданып өтсем түсінбей қалмаң, Fibo деп те қолдануым мүмкін. Prices бөлімі бұл санды көрсетіп тұрады. Бұл да біздерге керек емес, біздерге дәрежесін көрсетсе болды. Бұны да алып тастаймыз. Labels бөлімі right оң жағында тұрады дәрежелері. Центрға қоюымыз да мүмкін, шеп жаққа да қоюымыз да мүмкін. Оң жағына қоямыз. Һәм жазулар ортасында тұруы үшін middle дегенге қоюымыз керек. Бұл жоғарыда немесе төменде тұруы мүмкін. Middleға қоямыз. Онан кейін сіздерде trend line тартқан кезде trend line тұрады айтқанша. Бұны да алып тастасаңыз, негізі бұны алмасаңыз да болады, осылай тұрғанда мақұл. Демек, бұл Fibonacci'дің настройкасы еді. Тренд линия тұрғаны мақұл екен, қайтарыптен сызғанымызды көрсетіп тұруы үшін. Енді бұл Fibonacci 70-79 стратегиясының настройкасы біздерге 0 керек, 0 дәрежесі, 0,618 керек емес, 0,236 керек емес, 0,5 керек емес, 0,786 керек. Бұл 0,786-ның біздер шамаменен 0,79 деп боламыз бұл стратегияның атындағы. Онан кейін 0,705. 0,705-ті шамаменен 0,70 деп боламыз. Яғни 70-79 стратегиясы аты да осы 2 дәреже арқалы алынған. Осы 4 дәреже керек болады. 0, 1, 0,705, 0,786. Демек, біздер аптрендте, жоғары қарай өсуші трендте Fibonacci'ді минимумнан жоғары қарай тартамыз. Һәм біздерде 70-79 дәрежелері пайда болады. Саудаға біздер 70-79 аралығынан кіреміз. Мәселен, бұл жерде кірген болсақ, стоп-лоссымыз 1 дәрежесі болады. Стоп-лоссымыз 1 дәрежесі, ал take profit болса 0 дәрежесі болады Fibonacci'дің. Қағидасында да жазылған осындай болып, таза аптренд емесі даунтренд болуы шарт. Флетті істемейді. Флетті кейінірек түсіндіріп беремін, флеттің қандай жағдай екенін. Саудаға 0,70-79 зоналарынан аралығында кірілу керек. Осы 2 дәреженің аралығында. Стоп-лосс 1 дәрежесінде, take profit 0 дәрежесінде болу керек. Осы тәрізде базарда давам етеді әрдайым тренд. Қашан тренд бұзылмағанша тартасыз, 70-79 дәрежесіне тура келеді һәм саудаға кіресіз. Бұл аптрендтегі көрінісі еді. Бұл стратегия жүді жақсы істеп береді һәм өзінің қағидаларына әмелият елеткен халда істетін, яғни аптренд емесі таза даунтрендте істетін. 70-79 аралығынан кірің, стоп-лосс, take profit дәрежелерінде қойып кірсеңіз, бұл 70-80% win rate-қа, яғни 70-80% жағдайда істеп беретұғын стратегия есапталады. Енді бұны даунтрендте қалай қолданамыз? Даунтрендте қолдануымыз үшін даунтрендте максимум һәм минимумларын анықтаймыз һәм бұның минимумлары тазаланып бара тұрған, яғни жаңаланып бара тұрған болса, демек бұл даунтренд болады. Максимумлары қалып кеткен болса, жаңаланбай. Даунтрендте біздер Fibonacci'ді басамыз һәм максимумнан минимумға қарай тартамыз Fibonacci'ді. 70-79 аралығынан кіреміз саудаға. Take profit зонамыз, take profit әрдайым 0 дәрежесі болады. Stop-loss болса 1 дәрежесі болады. Саудаға осылай кіреміз. Және бір көрсетіп өтейін. Бұл жерде максимумнан минимумға қарай тартамыз. 70-79 аралығынан кіреміз саудаға. Даунтрендте тап осындай етіп саудаға кіресіз. 70-79 аралығынан бұл әрдайым бірдей. Стоп-лосс 1 дәрежесінде, take profit Fibo'ның 0 дәрежесінде. Енді бұл стратегиямызға базардан 1-2 мысал көрсетіп өтейін. Базарда қалай істетеміз? Candle'да, яғни шамда біздер бұны қалай қолданамыз? Бұл жерде идеал
Fibonacci 70-79 стратегиясы бар. Мәселен, минимумнан максимумға тартамыз. Айтқанша бұл жерде структура бұзылуы бар, сол үшін бұны біздер қолдана алмаймыз. Себебі бұл жерде даунтренд болып келген, аптрендке қарай өзгерген. Бұл жерде қолданбаймыз, бірінші қағидамызға тура келмейді. Бұл жерде қолданамыз даунтренд, көріп тұрғаныңыздай минимумлары жаңаланып келатыр, максимумлар қалып баратыр. Бұл жерде қолдануымыз мүмкін. Максимумнан минимумға тартамыз. Қараң, қандай идеал трейд, қандай идеал сауда болар еді бұл жерден саудаға кіргеніңізде. Саудаға бұл жерден кірген болар едіңіз. Стоп-лосс 1 дәрежесінде, тек профит 0 дәрежесінде. Бұл жерде де даунтренд, минимумлары жаңаланып келатыр, максимумлар қалып баратыр. Фибоначчи тартсақ бұл жерге аз ғана жетпей қалған екен. Қараңдар, бұл жерде істеп берген екен, және бұл даунтренд тартамыз 70-79 аралығынан саудаға кірсек болады екен. Бұл жерде саудаға кіреміз, тек профитіміз 0 дәрежесі болады. 0 дәрежесін алған, мінекей, ал стоп-лосс бұл тәріпте. Жақсы істеп берген. Көргеніңіздей бұл базарда, реал базарда жақсы істеп береді. Мен ұзақ дәуірді көргенім жоқ, жаңа ғана болып өткен 5 минутлық таймфреймнен сіздерге бұнан бірнеше мысалдарды көрсетіп өттім. Жақында ғана бүгін кеш 23 июл болып өткен жағдайда ғана жүз берген жағдайды көрсетіп өттім. Енді кейінгі сіздерге айтып өтетұғыным, бұл жерде флетте істемейді деп айтқан едім. Яғни бірінші қағидада таза аптренд емаса даунтренд болуы керек деген едім. Флетте істемейді. Флет бұл не? Флет бұл базарда бақаның белгілі бір екі бақа арасында қысылып қалуы, еш жаққа қарай кете алмайды. Көріп тұрғаныңыздай, жоғары қарай давам етеді, бірдей дәрежелер арасында қысылып қалады. Бұл флет делінеді. Көбінесе бұл Азия сессиясында, яғни бұны кейін өтеміз сессияларда, Азия сессиясында меніңше бұны айтып өткен едім, сессияларды меніңше бірінші емесе екінші сабақта. Азия сессиясында осындай consolidation болады. Consolidation, flat consolidation емесе flat деп айтамыз, екі түрлісі бар. Яғни бұл коробка ішінде қысылып қалады, тап осындай болып. Бұнда біздер Fibonacci'ді қалай қолданамыз? Fibonacci'ді біздер бұған басқаша бір настройкамыз керек болады. Біздерге керек болған Fibonacci'дің дәрежелері бұл 0, 1, 0,5 һәм 2 дәрежесі керек болады. Біздер саудаға қашан кіреміз? Егер осы флет зонамыздан базар жоғары қарай бұзып шықса, ол зонаға қайтып келеді һәм қайтадан кетеді. Көп жағдайда осы 60-70% жағдайда осы жағдай жүз береді, яғни 70%-лі win rate-ға ие стратегия деп айтсам болады. Бұл стратегияны егер флет зонаны жоғары қарай бұзып өтсе, біздер Fibonacci'ден қалай пайдаланамыз? Fibonacci'ді флет зонаның ең жоғарғы дәрежесінен төменге қарай тартамыз һәм төменгі дәрежесіне апарып қоямыз. Біздер бір зонасынан саудаға кіреміз, әзір көрсетіп өтемен. Бай үшін жағдайда, байдағы позицияда біздер бірден саудаға кіреміз һәм стоп-лоссымызды 0,5-ке қоямыз. Take profit 2 дәрежесі болады. Не үшін біздер бұндай қылып саудаға кіреміз? Негізі бұл Fibonacci'де пайдаланбай-ақ бұл жерде саудаға кіруімізге болады, бірақ Fibonacci біздерге саудаға кіруіміз үшін аңсатырақ һәм анық зоналарды көрсетіп береді. Негізінде флет зона егер бір тәріпке қарай бұзылып өтсе, және өзінің көлеміндей жерді басып өтіп беру керек. Яғни көлеміндей жер бұл 2-ге тең, 2 есе. Сол себеплі Fibonacci'дің 2 дәрежесін пайдаландық. Егер бұны өшіріп тұрамыз, базар флет жағдайынан төменге қарай бұзып өтсе, ол жоғарыға қайтады һәм қайтадан өзінің жолын давам етеді. Бұл жағдайда біздер қалай саудаға кіреміз? Fibonacci'ді аламыз һәм бұзып өткен тәріптегі төменгі дәрежеден жоғарыға қарай
Fibonacci'де тартамыз, һәм бір дәрежесінен саудаға кіреміз. Стоп лоссымыз 0,5, take profit 2 дәрежесі болады. Әрдайым take profit стоп лоссты қойып іздең, анық дәрежелерді айтып жатырмын. Бұны да түсініп өттіңіз деп ойлаймын. Енді кейінгі идеал стратегиялардың бірі бұл доминант брейк стратегиясы. Бұны да көрсетіп өтемен, үйретемен, қай жерден саудаға кіру керек. Доминант брейк стратегиясы. Бұл стратегия қайсыдыр тренд, яғни аптренд болсын, даунтренд болсын, бұзылса һәм басқа тренд пайда болса, мәселен, бұл жерде көруіңіз мүмкін, аптрендті көріп тұрмыз. Максимумлары жаңаланған, бірақ минимумлар қалып барады. Демек, бұл аптренд. Аптренд қай жерде бұзылды? Көріп тұрғаныңыздай, бұл жерде аптренд бұзылды. Тренд өзгерді даунтрендке. Енді бұл біздер саудаға кіруіміз керек. Бұл үшін Fibonacci өзерге керек болады. Fibonacci'дің дәрежелері бұнда 0,236 һәм 0,5 дәрежелер керек болады. Бұны қалай тартамыз? Fibonacci'ді қолданған кезде, бұл жағдайда тренд бұзылған кезде, бұзылған тәрептен, мәселен, аптрендте минимумнан жоғарғы максимумға қарай тартамыз. Саудаға 0,5-0,236 аралығынан кіреміз әрдайым. Take profitіміз біздердің, мәселен, бұл жерде, стоп лоссымыз бұл жерде, take profitіміз 1 дәрежесі болады. Бұл take profitіміз 1 дәрежесі, бұл безубитка дәрежесі, негізінде біздердің take profit дәрежеміз 1,618. Бұл таза сан, сіздер үшін 1,618 саны болады. 1,618 де алтын сан есептелінеді, 0,618 сияқты. 0,618, 0,786 санлары ICT-да OT зона деп аталады. Бұл бір бөлек стратегия, бұны кейінгі сабақта үйренеміз. Өзіңіз үшін біліп қойың, 0,618 зонасы бұл алтын зона. Саудаға 0,5-0,236 аралығынан кіреміз әрдайым. Осы аралықта болу керек. Бұл жерден емаса, бұл жақтан кірсеңіз болады. Енді бұл жаққа кетсе, бірақ 0,236-тан жоғары қарай өтіп бара тұрған болса, демек бұл істемей қалған жағдай болады, һәм бұл жерде саудаға кірмегеніңіз мақұл. Егер осы аралықта 0,5 һәм 0,236 аралығынан төменге қарай реакция импульс беріп басылса, осы аралықта кіргеніміз мақұл. Һәм бірінші біздер безубитканы менімше үйреттім сіздерге, брейк-even деп, 1 дәрежесіне келгенде біздер безубиткаға алып тастаймыз. Һәм take profitті аламан дегенше қоямыз. 1,618 біздердің take profit зонамыз болады. Даунтренд жағдайында қандай болады? Даунтрендті көріп тұрсыз. Бұл жерде тренд өзгерген, яғни бұзылып өтілген, тренд линияны үйрендік, тренд линия бұзылып өтті, һәм тренд аптрендке айланды, яғни жоғары қарай өсуші трендке айланды. Енді біздер аптрендке қарай өзгерген трендтен максимумнан минимумға қарай тартамыз Fibonacci'ді, һәм 0,5 зонадан 0,5-0,236 зонасынан байға кіреміз. Стоп лосс 1 дәрежесі, take profit 0,618 дәрежесі. Бірге барғанда, Fibonacci'ның 1 дәрежесіне барғанда біздер безубиткаға аламыз саудамызды, сделкамызды. Енді бұл стратегияны шам көрінісі, япон шамлары көрінісіндегі базарда, маркетте сіздерге көрсетіп өтемен, Euro USD парасында. Бұл жерге жақсылап ітібар берің. Бұл жерде даунтренд кетірған еді. Тренд кетір, төменге қарай түсіп кетір, тек қана минимумларды жаңалап, максимумлар қалып баратыр. Бұл жерде ең ақырғы максимум бұл еді. Һәм тренд байға қарай өзгерді. Байға қарай өзгерген кезінде біздер доминант брейк стратегиясы пайда болады, һәм максимумнан минимумға қарай тартамыз Fibonacci'ді. Бұл бірінші жағдай еді. Тартқанымызда
05 сонасына тібер береміз. 05 сонасына тібер берің. 05 сонасына қайтып келген һәм жоғары қарай давам еткен. 1.618 біздердің тек профит дәрежеміз. Телеграмға да бұл сауданы анализімді таслап қойған едім, һәм тек профит алды. Бірақ мен бұл стратегия бойынша кірмедім. Бұл жерде ICT бойынша кірген едім. Бұны кейінгі сабақта үйретемін. Бірақ бұл жерде де доминант брейк стратегиясы істеп берген. Зонамызға келген, көтерілген. Тек профит 1.618. Және бар ма екен көріп өтейік. Бұл жерге тібер берің. Бұл жерде де базар төменге қарай түскен, минимумларды жаңалап, даунтрендтен аптрендке өзгерген. Аптрендтен біздерде максимум бұл. Фибоначчиді тартамыз максимумнан минимумға. 0.5 сонасына келіп тиген һәм ұшып кеткен. Тек профитіміз 1.618. 1.618-ді алып көрген болсаңыз түскен. Біздердің тек профитқа барған һәм түсіп берген. Бұл жағдайлар жақында ғана болып өткен. Мінеки 22 июл 25 жылы Нью-Йорк уақытымен 12:30-да болып өткен жағдайлар. Көрсеңіз өздеріңіз осы базарды ашып көріп Фибоначчиден пайдалансаңыз да болады. Фибоначчи менен байланысты стратегиялар оғата көп. Мен сіздерге тек қана бүгін үшеуін үйретіп өттім. Екеуін анағырағы флет зонаны стратегия деп ала алмаймыз. Екеуін үйретіп өттім. Кейінгі сабақта және екеуін үйретіп өтемен. Фибоначчиге байланысты сабақты. Фибоначчиге байланысты және бір стратегия бар. SK систем стратегиясы. Ол стратегияны да мен сіздерге толық етіп үйретіп өтемен. YouTube каналда қалың. Трейдингді үйренемін дегендерге һәм трейдингді үйренуді қалеуші жораларыңызды шақырың. Жәмиетіміз үлкейсін. Себебі бұл бейпул канал. Әмме білімдер бейпул беріліп атыр. Мен сіздерге пулға сатып атырған жоқпын. Тек қана сіздерден маған керегі несибең берекетлі болсын деп айтып қойсаңыз болды. Маған соның өзі жетерлі болады. Сау болың. Кейінгі сабақта көріскенше сіздер менен Форекс сауда.